Ресей мемлекеті ыдырауы мүмкін. Әлемдік саясаткерлер осы кезге дейін Ресейдің ыдырайтыны туралы сан түрлі болжамын ұсынып келе жатыр. Ал өзімізде қоғамдық ойын ашық айтып жүрген адамдар жеткілікті. Олжас Әбіл ағамыз болашақта Ресей ыдырайтын болса, оның құрамындағы түріктектес халықтар, әрісі қиыр шығыс халықтары қазақтың аузына қарайтын күн келеді деген тамаша талдауын жасаған екен. Тыңдап көріңіздер. Ағамыз былай дейді: Ресей империясы келмеске кетіп, іштей өзара бөлініп тарқап кеткен жағдайда Қазақстанның маңызы артып, еліміз бұл аймақта беделді елге айналатын сияқты. Тіпті кейбір жерде оның орнын басуға талпыныс жасай мағалай. Болашақта Қазақстан Ресейден бөлініп шыққан түркі текті жаңа мемлекеттердің бағдаршам елі болуы мүмкін. Яғни Башқұртстан, Татарстан, Саха, Алтай, Хакас, Сибирле, Моғол текті Бурятия, Қалмақия, кейбір Кавказ халықтарының сүйеніш іздеп Қазақстанға қарай ұмтылуы бір жағынан заңдылық. Қалай десек те, Қазақстан олар үшін 40 жыл бұрын дербестігін алған уже қалыптасқан мемлекет. Тоқаев қазір Қапшағай қаласын білім орталығына айналдырып, ол жерден үлкен білім қаласын салмақшы. Мен желі беттерінен салынатын келешек Қапшағайдың макетін көрдім. Расымен Қапшағайда сондай қала салынатын болса, бұл бір керемет нәрсе. Мен үшін жалпы Назарбаевтың да, Тоқаевтың да екі қойын бір сом. Мен екеуінің бір жерін жаламай-ақ нанымды тауып жүрген жанмын. Бірақ әділдік үшін кейде өзіме ұнаған олардың мемлекетке тигізген пайдалы ісі болса, оны айтпасқа болмайды. Назарбаевтың тұсында Астана салынып, Алматы мегаполиске айналды. Жаңа заманауи әсем Түркістан қаласы бой көтерді. Енді Тоқаев Қапшағайды салмақшы. Егер бұл жобаның мақсаты ақталып, Қапшағай біздің білім саласына серпін беріп, елде білім сапасы дұрыс жолға қойылса, әлгі түркітекті халықтардың жастары Қазақстанға оқуға, жұмыс істеуге, орналасуға ағылатын еді. Қазірдің өзінде мен Саха, Татар, Башқұрттардың блогерлерінің арнасынан еліміз туралы олардың жақсы пікірлерін аңғарамын. Бұл түркі халықтары біздің Астана мен Алматыны көріп, аузын ашып көздерін жұмады. Қазақстанның бұл заманауи қалалары олар үшін Еуропа қалаларынан еш кем емес. Өздерінің советтік стильдегі қалаларынан артық. Жалпы, менің ойымша, келешекте бұл жаңа түркі мемлекеттері экономикалық, басқа да көптеген басқа салаларда осы Қазақстанға қарап бой түзеп отыратын сияқты. Шекаралас Алтай халқы, Башқұртстан, Татарстан, одан әріректе Саха, тағы Қалмақстан деген де бар. Бұлар біз үшін бір облыстың ғана әлеуеті, және қарап тұрсаңыз, бұлардың бізден басқа барары да жоқ. Кейбірінің саны да, көлемі де тым шағын. Сондықтан бұл халықтар орыстың көзі тайғасын Қазақстанға қарай ұмтылады. Қазірдің өзінде Кашаф сынды татар ұлтшылдары біз Қазақстанмен одақ құруымыз керек деген көзқарас үшін қуғындалып шетелде бас сауғалап жүр. Башқұрт ұлтшылдарының әңгімесі де соған жақын. Жалпы меніңше жақын келешекте Қазақстан халқының өз табиғи өсімі бар, сырттан келетін қандастардың үлесі бар. Осы түркі халықтарының жастары, ресейлік орыс қашқындарының саны бар. Елімізде халық саны тез көбейіп, Қазақстан 30 миллион халқы бар ірі мемлекеттің жолына аяқ басып, бұдан ары мәртебесі өсе беретін тәрізді. Осыдан 10 жыл бұрын Әзірбайжан ғұламасы Гейдар Жамал: Қазақстан жалпы қазақ халқы империя құралатын
потенциалы бар үлкен халық әрі мемлекет. Мен бұл елдің түбі өзін көрсетіп, жарқ етіп, тарих сахнасына қайта шығып, түркі әлемінде белсенді рөл ойнайтындығына сенімдімін дегендін. Одан соң Жамал өзін осы жерде жерлеуге өсиеттеп, оған осы Алматы қаласынан топырақ бұйырған еді. Қазақстан алдымен өзінің айналасының ұйытқысына, яғни ұсақ түркі халықтарының орталығына, сосын күллі түркі жұртының ядросына айналса, оның сол болжамы расқа шығатын сияқты. Олжас Әбіл ағамыз болашақтағы түркі халықтарына, Қазақстанның ондағы рөліне керемет талдау жасаған сияқты. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Ағамыздың болжамы шындыққа сәйкес келе ме? Болашақта түркі халықтарының орталығына айналамыз ба? Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийге жазып қалдырыңыздар.